Саламатсыздар ма, балалар? Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі химия биология пәні мұғалімі Күренбаева Бағдат Білдебайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы талшықтар және олардың маңызды өкілдері. Мақсаты химиялық талшықтардың алыну әдістерін қарастыра отырып, талшықтардың түрлерін бір-бірінен ажырата танып білу. Балалар, талшықтар дегеніміз реттеліп, осының ұзына бойына бағыттала орналасқан түзу құрылымды молекуладан құралатын заттар. Бұнда меранос жынтылы талшығының микрофотографиялары көрсетілген. Талшықтардың өздері екіге бөлінеді: табиғи, химиялық. Табиғи талшықтар өсімдік текті және жануар текті деп бөлінсе, химиялық талшықтар жасанды және синтездік талшықтар болып бөлінеді. Талшықтардың шығу тарихына тоқталайық. 17 ғасырда ағылшын ғалымы Роберт Гук бірінші рет талшықтарды химиялық жолмен алуға болатындығы туралы айтты. Химиялық талшықтарды алу үшін қажетті шикізат түрлері: жасанды талшық. Жасанды талшықтар көбінесе табиғи органикалық материалдарды әртүрлі химиялық заттармен, ацетон, сірке су, азот және күкірт қышқылдарымен өңдеу арқылы алады. Ал синтетикалық талшықтарды әртүрлі заттардан мұнай, табиғи газ, мұнайға серік газдар, ауыл шаруашылығы және целлюлоза, қағаз өнеркәсібінің қалдықтарын химиялық өңдеу арқылы алады. Табиғи талшықтар өсімдік текті талшықтарға мақта, зығыр, кендір жататын болса, жануар текті талшықтарға жүн, жібек сияқты. Жүн жануарлардың тері жамылғысы. Дене түгі 3 типтен тұрады: түбіт, ауыспалы және өлі шаш, қылшық. Ангур және кашемир ешкілерінің жүні. Мақта өсімдік текті талшық. Мақта өсімдіктің ұрығын жауып тұратын қоза деп аталатын өте жіңішке бір жылдық талшық. Зығыр. Зығыр талшығы өсімдіктің қабығынан алынады. Жібек. Таза жібек құртынан шығатын өте жіңішке жіптер. Жібек құртынан алынатын жібек мата жасау технологиясына жөнді бейне жазба көрелік. Жібек матасын жасау технологиясында осыған дейін жұлдызқұрт, күйегөбелек пен жібек құрт қолданылып келді. Жапон ғалымдары текстиль тарихында жаңалық енгізіп, джейм өрмекшілерін қолданбақ. Өрмекші тоқыған жібек әлде қайда мықты әрі жылтыр болады дейді зерттеушілер. Өндірістік жібек негізінен тұт ағашының қолдан өсірілетін құртынан алынады. Асыранды жібек құрты барлық жібектің 90%-ын береді. Есіңізде болсын, әлемдегі жібектің 10% ғана табиғи. Көп еңбекті қажет ететіндіктен ол ең қымбат мата саналады. Сондықтан қазір жасанды жібек өндірісі жолға қойылған. Ал мына жібек талшықтары джейм өрмекшілерінен алынған. Балалар, табиғи талшық туралы алған білімімізді пысықтап алайық. Балалар, берілген талшықтарды қасиеттерімен сәйкестендіріңдер. Мысалы, жүн ең үлпілдек талшық. Жақсы. Дұрыс жауаптарын көрейік. Яғни балдар, мен сендерді осылай түгел жауаптармен сәйкестендірді деп ойлаймын. Балдар, енді химиялық талшықтармен танысайық. Химиялық талшықтар жасанды және синтездік талшықтар болып бөлінеді. Жасанды талшықтар табиғи материалдардан алынатын талшықтар, олар вискозды және ацетатты, мыс аммиакты. Синтездік талшықтар синтездік полимерлерден алынады. Олар полиамидті, полиэфирлі, полиакриламид біреуді болып бөлінеді.
Талшықтарды өңдеу әдістері. Талшықтарды өңдеу кезеңдері 3 кезеңнен тұрады. Бірінші еру ерітіндісін алу кезеңі, екінші талшықтарды қалыптау, үшінші талшықтарды өңдеу кезеңдері. Вискоза талшықтар. Вискоза талшықтары күрделі жіптер мен талшықтар түрінде шығарылады. Вискоза талшығы гигиеналық жоғарғы гигроскопиялық вискозадан жасалған бұйымдар ылғалды жақсы сіңіреді. Бұнда вискоз талшықтар көрсетілген. Ацетат талшықтары. Ацетатты талшықтар целлюлозасы мен сірке қышқылының күрделі эфирлері. Целлюлоза мен сірке қышқылы өзара поликонденсациялық реакциясы арқылы целлюлозаның триацетатын және суды түзеді. Мыс аммиакты талшық. Мыс аммиакты талшығы мақта талшығынан және тазартылған ағаш целлюлозасынан алынады. Талшық тегіс жұмсақ, жағымды жылтырмен жақсы боянған, құрғақ күйде вискозадан да күшті серпімді. Синтездік талшықтар. Синтездік талшықтар полиэфирлі талшықтар, оған мысалы криплин мен марсан жатады. Полиамидті талшықтар капрон, нейлон, тағы басқа талшықтар. Полиакрилонитрилді талшықтар, олар нейтрон мен акрил. Капрон талшығы. Капрон талшығы өздеріне белгілі аминокапрон қышқылдарының өзара пептидтік немесе амидтік байланыс түзу арқылы поликонденсациялану реакциясы арқылы капрон талшығы және су түзіледі. Лавсан талшығы. Лавсан талшығы этиленгликол мен терефтал қышқылының поликонденсациялану реакциясы арқылы жүзеге асады. Ол жағымды диэлектрик, орташа қышқылдар мен сілтелі әсеріне төзімді талшық. Балалар, химиялық талшықтар бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Жасанды талшықтарды атаңдар. Келесі сұрақ. Ең төзімді берік, жылы, үлпілдек талшық, жүнге ұқсас талшық қайсысы? Синтетикалық талшықтарды атаңдар. Берік, әрі жұмсақ, емнелі талшық. Мұндай талшықты маталар қыртыстанбайды. Келесі сұрақ. Бұл талшықтардан жасалған маталардың сыртқы түрі әдемі, табиғи материалдарға ұқсас келеді. Соңғы сұрақ. Синтетикалық талшықтар қандай заттардан алынады? Сіздер сұраққа толық жауап беріп, бүгінгі сабақты толық түсінді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің химия-биология пәні мұғалімі Күреңбаева Бағдат Білдебайқызы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мына төмендегі электронды почтаға хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.